Қазақстан Республикасының ұлттық архиві осы еліміз егемендік алып, өз билігі өзіне жеткеннен кейін еліміздің өмірінде мемлекеттің маңызды құжаттар қалыптаса бастады ғой, қарқынды жазыла бастады. Енді осындай маңызды құжаттарды сақтайды, және сонымен қатар елімізде мәдени мұра, архив 2025 мемлекеттік бағдарламалары қабылданды. Сол бағдарламалар аясында, кешенді осы архив 2025 жоспарының аясында біздің республикалық мемлекеттік архивтер және де өңірлердегі архивтер алыс жақын шетелдерге шығып, еліміздің тарихына қатысты маңызды құжаттар әкеле бастады. Сол құжаттарды Қазақстан Республикасының ұлттық архиві мемлекеттік сақтауға қабылдады. Біздің архивте нөмірі 83 қор бар. Мысалы, 22 жылдың өзінде 7000-нан астам құжат келді. Ол бұрын біздің еліміздің тарихында болмаған сондай деректер. Сондай енді алдағы уақытта да бұл жоспар әлі жалғасын тауып жатыр. Жыл сайын біздің ұлттық архивте архив 2025 республикалық конференция өтеді. Былтыр халықаралық деңгейде өткіздік. Сол кезде тарихшылар, ғалымдар және біздің архивистер осы экспедицияға қатысқан, келіп осындай баяндамалар оқиды құжаттар. Және ұлттық архив тарапынан осы соңғы 2 жылда отанына оралған құжатты қазына деген 4 томдық жинақ шығардық. Архивтегі аманат деген бұрын соңды болмаған карталар, тарихи енді жәдігер болып саналады ғой, картада, фотода, мысалы, сол маңызды фотолар, карталардан тұратын сондай біз архивтегі аманат деген үлкен бір жинақ шығарған болатынбыз. Бұл жинақтарды не үшін шығарамыз? Негізі архивистер біз құжаттарды сақтауға жауаптымыз. Көздің қарашығындай сақтап, келесі 100-1000 жылдықтарға жеткізіп, болашақ ұрпаққа аманаттап жеткізу миссиясы бізге жүктелген. Ал тарихшыларға сол архивтік қоймалардағы құжаттарды терең зерттеу. Бірақ екі мамандықтың да мақсаты бұл жаңа тарихи құжат жазу. Сондықтан біз көмекші құрал ретінде ғалымдарға осы кітаптарды шығардық. Қазір енді өзіңіз білесіз, елімізде Қазақстан тарихы деген 7 томдық үлкен жинақ құрастыру бойынша үлкен жұмыс жүріп жатыр. Біздің мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннің несімен үйлестіруімен, сол кісінің сондай үнемі бақылауда, жіті бақылауда, осы соңғы кезде жиі сондай кездесулер болып тұрады. Әрбір томның жетекшісі бар жазып атқан. Ал енді біздің ұлттық архивке келетін болсақ, біз сол 7 томдықтың 7-ші томы тәуелсіздік кезеңі. Сол бойынша біз қазір өте тығыз байланыста мемлекет тарихы институтының ғалымдарымен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Ол кісілер біздің осы қордағы сол тәуелсіздік кезеңіне қатысты құжаттарды зерттеп, сол жаңағы жинақ құрастыру бойынша сондай жұмыстар жүріп жатыр. Енді білесіз, әлі де болса біздің тарихымызға қатысты маңызды құжаттар шетелдік архивтерде көп. Әлі де болса архивтегі құжаттар зерттеуге зәру деп айтсам артық болмайды. Мысалы, мен мысал келтірейін. Біздің ұлттық архивте аса құнды құжат деген қатарына жататын 12-ші ғасырдың картасы бар. Ол 1154 жылы Ватиканның тапсырысымен салынған араб картографы. Міне сол көне араб тілін білетін сондай маман керек. Сол картада 50 сол кездегі 12-ші ғасырда Қазақстанның 50-ге жуық мекенінің атауы бар сол жерде. Соның ішінде мен мысалға келтірейін, Тараз деген жазу бар. Одан басқа да біз шетелден мысалы қаншама біздің тарихымызды дәлелдейтін карталар әкелдік. Оның ішінде тағы бір көне моңғол картасы бар біздің ұлттық архивте. 14-ші ғасырдың картасы, сол кездегі соғыс кезіндегі әскери карталар дейді ғой. Мысалы, сол жерде Алматы, Балқаш, Талғар деген атаулар бар. Bir кезде айтып еді ғой, Алматы деген ондай болған жоқ, Верный 1864-да, сол 1864 жылы деп. Ал жаңа картаға қарасақ, ол Верныйға дейін 1864 жылға дейін
болып тұр ғой картада. Сол міне осындай жәдігерлердің карталар, фотолар және де құжаттар, мына көнеда Шағатай жазуында көбінесе өте көп құжаттар легі келді ұлттық архивке. Солардың арқасында міне жаңа тарихи құжат жазуға болады. Міне архивтердің басты мақсаты мына еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін тістегеннің аузында, ұрлағанның қолында кеткен құжаттарды жинақтап, сақтап, болашақ ұрпаққа аманаттап жеткізу ғой. Мәселен, енді айтады ғой, болашақ жарқын болсын десең, сен ата-бабаларыңның жүріп өткен жолын барлап, мына тұлғаларды тұғырына қондырып, жақсының атын, ғалымның хатын сақтап, біз мына болашақ ұрпақтың санасына сіңдіруіміз керек. Сондықтан осы архивтік құжаттар арқылы біз мына өскелең ұрпақты тарихпен таныстырып, терең соны санасына сіңдіріп, сол енді патриотизм сезімін оятамыз деп ойлаймын. Осы қазір соңғы кезде сіздердің де архив, осы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік архиві де, жалпы басқа республикалық архивтерде ашық есік күнін өткіздік. Мәселен, біз ұлттық архивте 1200-ден астам оқушы қабылдадық. Қазір оқушылар да, студенттер де жиі келеді. Мысалы, ұлттық архивте Еуразия ұлттық университетімен тығыз байланыс бар. Былтырғы жылдары біз кабинет ашқанбыз, Қазақстан тарихы. Осы кабинет шеңберінде мысалы профессорлар, академиктер келіп студенттерге дәріс оқиды. Жуырда бізге Италиядан келген профессор біздің Еуразия ұлттық университеттеріне сабақ өткізді, біздің архивтің осы несінде. Және де бізде ұлттық архивте архивистердің біліктілігін арттыратын орталық ашылған болатын 21-ші жылы. Сол орталықта біз мысалы кадр тапшылығы бар ғой бұл сферада. Сондықтан біз мына өңірлерден, райондардан келген архивистерді ұлттық архивте оқытып, 2 күндік оқу курсын өткізіп, мына Мәдениет және ақпарат министрлігі архив құжаттама және кітап ісі комитетінің төрағасының қолы қойылған сондай сертификат табыстаймыз. Осындай жалпы осындай жұмыс жүргізіп жатырмыз. Негізі мен айтатын архивте құжаттар зерттеуге зәру. Өйткені соңғы кезде біз жастарды соған үйретпесек, білесіздер, интернеттен қарайды, өздерінің ана диссертация, ғылыми жұмыс шеңберінде ғана келіп, оқу залына зерттейді. Ал қазір біз осы бағытта үлкен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Қазір магистранттардың, студенттердің архивке келуі көбейді қазір. Енді біз ұлттық архив бойынша айтатын болсам, ұлттық архив 22-ші жылдың өзінде 14 елге барды. Алыс жақын. Москва, сосын мына Петербург, Орынбор, Омбы қалалар, енді ол Ресей жақын ғой бізге. Өзіміздің шекаралас сондай халық. Сол жерге де бардық біз. Одан кейін Прага қаласында Народный архивте сол біраз құжаттарды анықтадық. Тарихи чех фотографының 200-ге жуық фотосына келдік. Мысалы, Қазақстан бойынша түсірген, сол кездерде 60-шы жылдардағы фото, одан да ертерек жылдардағы кезеңдегі фото. Одан кейін Германиядағы Бундес архивте болдық, Дрезден қаласындағы архивтерде болдық, Венгрияда, Будапештте сондай нелерінде болдық, Түркияның Осман архивінде болдық. Негізі біз Түркия, араб елдерімен бұрыннан да сондай бірлескен сондай меморандум бар. Сол меморандум аясында бұрынғы жылдарда да біздің архившілер шетелге шыққан болатын. Мысалы, Осман архивімен де тығыз байланыста онлайн түрде біз енді жиі деп айтпаймын, бірақ өткізіп тұрамыз. Угуру Юнал деген сол ғалым бар, ол кісімен осындай онлайн семинар. Мысалы, былтыр ұлттық архив Орынбор қаласындағы мемлекеттік архивпен меморандумға отырған, жасасқанбыз. Сол меморандум шеңберінде біз биыл онлайн семинар өткіздік. Архивтегі құжаттарды пайдалану бағыты бойынша енді тәжірибе алмасу дейді ғой, екі жақтық. Сондай жұмыс жүргіздік. Одан кейін біздің 3 қызметкеріміз осы жазда Орынбор қаласына барып, сондай біраз 18-20 ғасырлардағы қазақ тарихына қатысты құжаттарды айқындап алып келген. Жүйелі түрде мына қатынас бар деп айтуға болады шетелдік архивтермен.